Серікбол Әділбекұлы Қондыбай Маңғыстаудың Қарақия ауданы Құрық кентінде 1968 жылы 14 наурызда дүниеге келген. 1975-1985 жылдары Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Шетпе кентіндегі нөмір 3 мектепте білім алған. Ал 1991 жылы Қазақ мемлекеттік университетін геоморфолог мамандығы бойынша бітіріп шыққан. 1991-1997 жылдар аралығында орта мектепте мұғалім, өлкетану, туризм, ландшафт, эстетика мәселелері саласында зерттеу жұмыстарын жүргізді. Байырғы қазақ шежіресі мен географиясы тұрғысында мағлұматтар жинастырып, бірнеше кітап жазған ғалым. Серікбол ағамыздың жазған шығармашылықтары өте көп. 1995 жылы апатқа ұшырап, бірінші топты мүгедек болды. 2004 жылы 24 тамызда 37 жасқа қараған шағында қазақ ғылымының көңіліне жарқырап көтеріліп келе жатқан шағында дүниеден озды.